Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, біз Тарасан Астана қаласына ұшып үйге кетіп бара жатырмыз. Самолетқа мінейік деп жатырмыз. Короче, вот такие вот дела. Сына, тұра тұр. Мама, папаңға кетейік. Папаңа бара тұр, қой. Қазір папаң күтіп алады бізді. Құдай қаласа. Я, папаңа барамыз қазір. Сына, бала бісмілда. Да, самолет, хорош. Микон, тұра тұр. Бісмілда. Давай. Жайлап өттімші. Ары қарай жүре бер. Ары қарай. Бісмілда. Тоқта, 31, 32 мана, тоқта. 32 еді ғой. Үш баламен жүру негізі оңай емес. Жолдасым екі үлкен даже сумканы алып өзім автобуспен кетті да, біз самолетке билет алған болатынбыз. Сонымен үшеуімен әйтеуір улап-шулап аман-есен жеттік. Әй, бүйтіп кетпе, әй, әнеқа түсіп кетпе деп уайымдап еще самолеттан қорқып, мыналар ауырып отқанына үшінші балам қалай жетеміз деп әйтеуір жеттік қой. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Біз деген наконец-то өз үйімізге келдік. Ауылда 20 күн болдық отпускыда. Енді өз үйімнен сіздерге влог түсіретін боламын. Ой, біз деген ауылда негізі ауырдық, келгенде тағы ауырдық, білмеймін, самолетта кондиционерден ба, әйтеуір әлі ауырып жатырмыз. Ал күнделікті влогтарымда сіздерге көрсетемін. Бізбен бірге болыңыздар. Потом достар, бізге енді дамып келе жатыр ғой менің каналым. Соған енді неше түрлі кісілер комментарий жазады ғой. Соны айтады, сіздің үйіңіз емес деген сияқты, достар, бұл біздің үй, сатып алдық. Оны сіздерге әлі көрсетемін. Мен енді осы үйіміз болғаннан кейін енемнің үйінде тұрған дүнием сол жақта тұрды. 6,5 жылдай, 6 жылдан аса ақын. Соны енді әкелдік, потому что бұған дейін біз квартирада тұрған болатынбыз. Енді квартираға ары-бері көп зат тасымайық деп, енді сол Меркі Тараздан Астанаға, осы ауылға барған кезде 5 дорожный сумка салып келдік. Негіз тасымалдау қиын. Қазір кішкенесін көрсетейін сіздерге не әкелгендерімізді. Мына жерде мынандай жерге төсейтін 3 көрпе ғана алдық, и жамылатын 3 көрпе ғана әкелдік. Одан кейін менің заттарымнан қазір көрсетемін сіздерге. Бұл бізде турецкий Нурхом коллекшннан покрывалы, пастельмен бірге аппақ. Әлі қолданбай жүрмін, мен скоро қолданатын шығарым. Качестволары өте керемет, үлкен, енді размерлерін көрдіңіздер. Одан кейін бізде мынандай дастархан, енді бұның бетіне мынандай матасы ғой, бір стекло алып, демлеп қонақ шақырғанда құдай қаласа қолданам. Мына жерде 3 полотенце қалған, негізі бір 6-7 полотенце болды ғой деймін наборда. Ал мынау негізі алғаш торт етса ғой, торт салатын, былай әдем болып тұрады, кейін құрастырып та көрсетемін сіздерге. Потом мынандай Викалинаның қазандар наборына келдім. Әртүрлі суптар, боштар, анамна жасағанға. Бұның бәрі сол ауылда тұрды. Бізді күтіп, үй алғанымызды күтіп. Одан кейін мына жерге монтажкамды қойып қойдым мен.
үлкен модаларга осындай. Ну, былай ашпай қойын, просто суретінен көрсетіп жатырмыз сізге. Ашсам да болады әрине. Мына шетін жоқ. Осындай примерно. Бұны әлі ашқан жоқпын. Мынау ескі монтоваркамды қолданып жүрмін пока что. Сол. Еще қазір ыдыстар. Потом мына жердегі клемімді келдім. Екі клем артынан келген болатын. Еренді балалар шашып тастаған үйді. Осы клемді келдік. Одан кейін мына клемді абысын подарить етті. Мына балаларды істеп жатырмыз. Өте әдемі клем. Клем ұнайды. Красота прям. Мына балаларды қойыңдар ей. Сосын мынандай осы жерде тұрған клем бар етін. Бұл клемді кухняға төсейтін шығармыз. Килограмм 65 болып кетті қайттан. Нақ балдырақ орғанға влажничекті қосқан қайттан өшіріп қойыптық. Мына жерге қойып қойған заттарды қазір көрсетемін. Мына жерде бізде бірінші мынандай алма салғыш екі штук болған. Одан кейін мынандай қойшы ваза. Алма салатын, кәмпит салатын. Одан кейін чайник. Варенье салғыш дейді, бірақ соған үлкен сияқты. Алма салғыш. Ой, конфетница. Мынаны көрсетіп қойдым сіздерге. Бұл енді бізде бүкіл зат емес. Приданияның жартысы тағы қалып қалды, себебі таразының астына әкелу өте қиын да. Көрпеден 3 штуктан бағана көрсеттім ғой сіздерге. Одан кейін осыларды алып келдік. Менде еще о жақта осы ыдыстардың парлары қалды кейбіреулерінің. Одан кейін көрпелер қалды, өте көп көрпе қалды. 126 персон деген ыдыстарым бар ғой, сол қалды. Енді кейбір кісілер комментарий жазып отыр, ыдыстарың аз бірдеңке деп. Бізге жетеді осы ыдыс пока что. Енді біз көп қонақ күтпейміз, оның үстіне 5 адамбыз отбасымызда, мен, күйеуім, кішкентай 3 балам. Сондықтан осы ыдыстар жетеді. Ал достар, рахмет видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Бұл бізде аэропорттағы күтіп отыратын жер, ойнайтын жер. Соны просто көрсетіп жатқан жайым бар. Рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.